Тарихта ең ұзақ тақта отырған монарх патшайым Елизавета II 1952 жылы 6 ақпанда әкесі қайтыс болғаннан кейін ол Ұлыбритания тағына отырды. Елизавета II таққа отырғаннан кейін көптеген оқиғалар орын алды. Ұлыбритания аумағындағы бір қатар ел тәуелсіздікке қол жеткізді. КСРО мен батыс арасындағы қырғи қабақ соғыс болды. Адам ғарышқа ұшты, айға қадам басты. Теледидар дамып, интернет пайда болды. Әлемдегі саяси және экономикалық жағдай өзгерді. Оның өміріне қысқаша тоқталатын болсақ, Елизавета II 1926 жылы Ұлыбритания королі Джордж VI отбасында дүниеге келген. 1947 жылы ол Эдинбург герцогы Филиппке тұрмысқа шықты. 1952 жылы 6 ақпанда әкесі қайтыс болғаннан кейін ол Ұлыбритания патшайымы атанды. Тәшкеу рәсімі 1953 жылы 2 маусымда өтті. Олардың 4 баласы болды, 8 немересі және 10 шөбересі бар. Ханзада Чарльз, Анна ханшайым, ханзада Эндрю және ханзада Эдвард. Елизавета II күйеуі Филипп те патшайым сияқты ұзақ өмір сүрді. 99 жасында 2021 жылы қайтыс болды. Елизавета II туралы қызықты деректер. Ол адамзат тарихындағы ең ұзақ билік еткен монарх. Елизаветаның үлкен әжесі патшайым Виктория да ұзақ өмір сүріп, Ұлыбританияны 63 жыл басқарды. 1976 жылы 26 наурызда Елизавета II Мальверндегі телекоммуникацияларды зерттеу орталығына келіп, электронды хат жазды. Оның хаты ARPANET Internet Alternative желісінің барлық пайдаланушыларына жіберілді. 2019 жылы патшайым жануарлардың терісі мен жүнінен жасалған киімдерді пайдалануды тоқтатқанын ресми түрде жариялады. 2007 жылы Елизавета II америкалық Vogue журналының нұсқасы бойынша әлемдегі ең тартымды 50 әйелдің бірі танылды. Британ заңы бойынша патшайыммен қол алысуға болмайды, бірақ бірнеше мемлекет басшылары онымен қол алысып амандасқан. Елизавета II Ұлыбританияда төлқұжаты жоқ жалғыз адам. Бұл елде төлқұжат патшайымның атынан беріледі. Патшайым өзін төлқұжатпен қамтамасыз ете алмайды. Елизавета II-ның жеке көмекшісі Анджела Келлидің айтуы бойынша, Букингем сарайындағы 775 бөлменің тек 6-ын ғана пайдаланады. Күн сайын Елизавета II әлемнің әр түпкірінен мыңдаған хаттар алған және олардың әрқайсысына жауап жазған. Ол өте бай. Шотландиядағы Балморал сарайы, Норфолктағы сарай, Ланкастерс герцогтігі оған тиесілі. Сонымен қатар патшайым тәждің иесі ретінде көптеген мүліктерге ие. Патшайымға тиісті жер құны 18 миллиард доллардан асады және оны Ұлыбритания парламентіне есеп беретін Crown Estate корпорациясы басқарады. Патшайымға Корнуолл герцогтігінен де қаржы түскен. Бұл герцогты оның ұлы Чарльз басқарды. Елизавета II Ұлыбритания қазынасына салық төлеуден босатылған, бірақ 1993 жылдан бері салықты өз еркімен төлеп келеді. Елизавета II Британиядағы ең бай адамдар рейтингінде 350 миллион стерлингті, яғни 200 триллион теңге құрайтын жеке байлығымен 350 орынға ие болған. Бұл тізімді Sunday Times 1989 жылдан бері жыл сайын жасайды. Ол Forbes жасаған миллиардерлер тізімінде жоқ. Елизавета II Нью-Йоркте сәнді пәтерге ие. 900 шаршы метрлік резиденциясы 1990 жылы патшайымнан рыцарь атағын алған сәулетші жобалаған. Күн сайын Елизавета II әлемнің әр түпкірінен мыңдаған хаттар алып, олардың әрқайсысына өзі жауап береді. Елизавета II таққа отырғаннан кейін 4 премьер-министр дүниеге келді. Олар Тони Блэйр 1997-2007 жылдары премьер-министр,
Тереза Мэй 2016-2019 жылдары премьер-министр, Борис Джонсон 2019-2022 жылдары премьер-министр, Дэвид Кэмерон 2010-2016 жылдары аралығында премьер-министр қызметін атқарды. Елизавета II 100-ден астам телешоулардың және фильмдердің кейіпкері, британдық комедия актері Роуэн Аткинсон, мистер Бин, өз фильмдерінде патшайымды жиі мазақ етеді. Елизавета II оның әзілдеріне ренжімейтінін айтқан. 2013 жылы Елизавета II теледидар мен кино өнеріне қосқан үлесі үшін британдық кино және теледидар өнері академиясының сыйлығымен марапатталды. Ол 2012 жылғы Лондон Олимпиадасының ашылу салтанаты үшін арнайы әзірленген бейнеде Дэниел Крингпен бірге суретке түсті. Патшайым осы рөлі үшін Джеймс Бондтың үздік әйел серіктесі атанды. 2016 жылы ITV арнасында Элизабет отбасы тарихы фильмі көрсетілді. Оған Елизавета II және оның отбасы мүшелері қатысқан, және фильм отбасының тарихын баяндайды. 2018 жылы BBC 1 арнасында Crown Ceremony фильмі көрсетіледі. Оған патшайымның өзі қатысып, 1953 жылы 2 маусымда өткен тәж кию рәсімінің егжей-тегжейін айтып берді. Сонымен қатар 2018 жылы ITV 1 арнасы патшайымның жасыл әлемі деректі фильмін ұсынды. Фильмде патшайым климаттың өзгеруі, қоршаған ортаның ластану проблемалары туралы айтты. Патшайым камера алдында болғанды ұнатады, ат жарыстарында тамашалайды. Кейінгі 30 жылда патшайымның тұлпарлары әртүрлі жарыстарда жеңіске жетіп, оған 6,7 миллион фунт стерлинг, 3,5 миллиард теңге табысы келген. Елизавета II иттерді жақсы көрді. Сарайда үнемі ит ұстаған, ол өмірінде 30-ға жуық ит баққан. Көлік жүргізу патшайымның сүйікті ісінің бірі еді. Оның жүргізуші куәлігі болмаса да, Елизавета II 93 жасқа дейін көлік жүргізген. Дәстүр бойынша Британ парламентінің отырыстарын әрқашан Елизавета II ашты. Бұл дәстүр патшайымның декреттік демалса болған кезде 2 рет бұзылған. Елизавета II армияда қызмет еткен корольдік отбасының алғашқы мүшесі. 1945 жылы Британ армиясының әйелдер бөлімінде қызмет етіп, жүк көлігін жүргізді. Патшайым саяхаттауды жақсы көрді. Ол осы уақытқа дейін әлемнің көптеген елдерінде болды. Елизавета II КСР-ға талай рет шақырылғанына қарамастан, Ресей императоры Николай II Романовты өлім жазасына кескен елге бармайтынын айтқан. Елизавета II-ның әкесі Георг VI Николай II-ның жақын туысы болған. Елизавета II Ресейге бір рет 1994 жылы КСР ыдырағаннан кейін келді. Елизавета II ана тілінен басқа француз тілінде өте жақсы білді. Ол Францияға немесе француз тілінде сөйлейтін аймақтарға, мысалы Канаданың француздар тұратын провинциясы барғанда, хостармен француз тілінде сөйлескенде аудармашы қызметтерін пайдаланбады. Бір кездері Ұлыбритания әлемдегі ең қуатты империя болды, және бүкіл әлемде меншігі бар еді. Кейінірек 19-20 ғасырларда жағдай түбегейлі өзгерді. Бірінен соң бірі британдық отарлар тәуелсіздік алды. Ұлыбритания территориясынан айырылғандықтан, олардың көпшілігінде экономикалық және саяси достықты сақтауды ұсынды. Осылайша біріккен корольдік басқаратын ұлттар достастығы құрылды. Бүгінде одаққа 54 мемлекет мүше. Олардың арасында әлемдегі ең ірі елдердің бірі Үндістаннан бастап алғашқы шетелікте тұрған Канадаға дейін бар. Осы елдердің 14-і Елизавета II-ні ресми түрде патшайым деп таниды. Олардың кейбіреулері 1950 жылдардан бастап патшайымды өз валюталарында бейнелейді. Елизавета II 1965 жылы Германия Федеративтік Республикасына алғашқы сапарын жасады. Бұл Ұлыбритания отбасы мүшелерінің 1913 жылдан бері Германияға бірінші сапары болды. 1966 жыл Уэльстегі Аберфон ауылына тау көшіп, 20 үйді қиратып кетті.
Салдарынан 144 адам қаза тапты. Елизавета II апат орнына 8 күннен кейін келіп, сынның астына қалды. Кейінірек ол Аберфенге бірден бармауы өміріндегі ең үлкен қателік екенін айтты. 1969 жыл корольдік отбасының күнделікті өмірі туралы фильм түсірілді. Сол кезде фильмді көрермендер жылы қарсы алды. Бірақ отбасының кейбір мүшелері фильмді өткізу тәсіліне наразы, өйткені корольдік отбасы ұйымдастыратын түндер мен мерекелік көріністер бар. Фильм корольдік отбасының беделін көтеруге қызмет еткенімен 1970 жылы бұл халыққа көрсетуге тыйым салынды. 1986 жылы Елизавета II күйеуі Филиппен бірге Қытайға барды. Сапар барысында дүниежүзілік жабайы табиғат қорының отырысында сөз сөйлеген Филипп, қытайлықтар 4 аяқты жануарлардан орындықтарды, 2 қанатты тіршілік иелерінен ұшақтарды және судағы тіршілік иелерінен кемелерді жемейді, ал қалғанын бәрін жейді деген. Оның әзілін қытайлықтар дұрыс түсінбей, ақыры екі ел арасындағы қарым-қатынас салқындайды. Елизавета II-ның отбасында көп жылдар бойы ешқандай елеулі келіспеушілік болған жоқ. Бірақ ханзада Чарльз бен Диана ханшайым ажырасқаннан кейін проблемалар туындай бастайды. Диана мысырлық Додди Әл-Файедті кездестіреді және онымен дос болады. Бұл Елизавета II-ге ұнамады. 1997 жылы 31 тамызда Парижде Диана ханшайым мен Додди Әл-Файедті бірге көлік жүргізіп келе жатқанда папараццаға ілінді. Жүргізуші мұны болдырмау үшін жылдамдығын арттырып, салдарынан апатқа ұшыраған. Салдарынан Додди Әл-Файед пен жүргізуші бірден көз жұмды. Диана ханшайым ауруханада қайтыс болды. Кейінірек 2007 жылы Скотланд Ярд сол күні жүргізушінің көлікті мас күйінде басқарғаны және оның кінәсінен жол апатына ұшырағаны туралы хабарлама жариялады. Бірақ Диананың өмірін қиған апатты Ми 6 ұйымдастырған дегенде қауесет бар. Елизавета II-ның отбасылық жанжалдары кейініректе жалғасты. Ханшайым Диананың 2 ұлы ханзада Уильям мен ханзада Гарри есейген кезде король отбасындағы қақтығыстар шарықтау шегіне жетті. Әуелде ханзада Уильям мен Кейт Миддлтонның үйленгеніне төзген патшайым ханзада Гарридің америкалық актрисаға үйленгісі келгеніне шыдай алмады. Осылайша, олардың арасындағы келіспеушілік басталды. 2018 жылдың 19 мамырында ханзада Гарри мен Меган Марклдың үйлену тойы өтті. Содан кейін 2020 жылы ол корольдік отбасы мүшелері мәртебесінен бас тартатындарын жариялады. Елизавета II британдықтарды төтенше жағдайда шақырған уақыттар. Ол жыл сайын әдеттегідей Рождество қарсаңында британдықтарға үндеу жасаған. Патшайым сонымен қатар әртүрлі оқиғаларға байланысты өз азаматтарына 5 шұғыл өтініш жасады. 1991 жылы 24 ақпанда Британ армиясы халықаралық коалиция күштерінің құрамында Иракқа қарсы соғыс бастағанда. 1997 жылы Диана ханшайым қайғылы жағдайда қайтыс болғанда. 2002 жылы 30 наурызда анасы Элизабет Боуз Лайонның қайтыс болуына байланысты ол 1900 жылы дүниеге келген, ұзақ өмір сүрді. 2002 жылы 30 наурызда 102 жаста қайтыс болды. 2012 жылы таққа отырғанына 60 жыл толуында және 2020 жылы 6 сәуірде әлемде коронавирус індетінің таралуына байланысты төтенше жағдайға шақырған. Тарихта ең ұзақ тақта отырған монарх патшайым Елизавета II 2022 жылы 8 қыркүйекте қайтыс болды. Достар, сіздерге менің жұмысым ұнаған болса, пікір білдіріп, подписка жасаңыздар. Сіздердің маған білдірген әрбір қолдауларыңыз маған маңызды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.